Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүзу спорты. Сабағымыздың оқу мақсатымен таныс болайық. Мәтіннен негізгі және қосымша детальді ақпаратты анықтау. Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып қарапайым жоспар құру. Сабағымызды бастамас бұрын мына бейне үзікке назар аударайық. Суда жүзе білу өмірге өте қажет. Адам баласы ерте заманнан бері суда жүзумен айналысып келеді. Жаздың қапырық ыстық күндерінде адамдар жүздеп, мыңдап жағажайларға, өзен-көлдердің, теңіздердің жағаларына жиналады. Судың жағасындағы таза, салқын ауа, күннің сәулесі, өсімдіктер дүниесі денсаулыққа өте пайдалы. Әрине, мұның бәрі жақсы жүзе білетін адамдарды ерекше рахаттандырады. Суға секіру, су шаңғысы, желкенді спорт, есу спорты, суда жүзу сияқты спорт түрлерінде жетістіктерге жету үшін жүзумен тыңғылықты айналысу керек. Суда жүзудің мынандай спорттық әдіс-тәсілдері бар. Кроль, еркін жүзу, брас, қол мен аяқты екі жаққа қарай сермеу арқылы жүзу, баттерфлей, екі қолды иықтан сермеп жүзу және екі аяқпен бірдей қозғалыс жасау. Спорттық жүзудің осы түрлерімен шұғылданатын адамдар халықаралық жарыстарда ел намысын қорғай алады. Шомылу және жүзу дене мүшелерін сыртқы температура әсерінен, салқыннан пайда болатын аурулардан сақтап, төзімді болуға тәрбиелейді. Өзен-көлдерде жүзу күннің шуағы мен таза ауа адам денесіне күшті әсерін тигізеді. Судың ішінде адам салмақсыз болатындықтан денеге көп күш түспейді де омыртқа жотасы созылады. Бұлшықет талшықтары ұзарады. Соның әсерінен адам тұлғасы сымбаттанып, қимыл қозғалысы еркін де әсем көрінеді. Олай болса, суда жүзу адамның денсаулығын нығайтады, сонымен қатар денесін шынықтыруға көмектеседі. Оқушылар, бірінші тапсырма. Оқулықтарыңыздағы мәтіннен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаңдар. Екінші тапсырма. Мәтін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құрыңдар. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтіндегі етіс түрлерін ажыратыңдар. Келесі тапсырма. Суретпен танысыңдар. Кубизм әдісін пайдаланып, жүзу спорты тақырыбында ойларыңды білдіріңдер. Оқу тапсырмасы. Спорт туралы алған білімдеріңді инсерт стратегиясы бойынша жазыңыздар. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.